қуаныштарың мәңгі болсын. Үнемі сендермен осындай қуанышты күндерінде, жақсы ниеттерде күліп ойнап жүре берейік. Дендерің сау болсын, бақытты болыңдар. Рахмет. Қарап отырсаңыз тамаша ел ба? Ішінде бір-екі үйленбеген екен де деп қойыңыздар енді. Бетеміз. Тура әрине, бұны қараңыздар, арадан 10 жыл өтіп кетті. Өзіңнен кейінгіні көріп қартаясын деп, бұлай шағыны бұлардың барлығы енді сіз бен біздің балдарымыз. Енді сол кездегі мынау, енді бәрібір ұстаз дейміз, шәкірт дейміз, ортада бір қандай да бір есте қалатын бір жағдайлар болады ғой. Сол сәттер естеріңізде бар ма? Бұлар есте қалатын нелері көп қой. Енді көп нәрсені айтпаймыз. Өздеріміз оңаша айтқан елге. Бұлар өздері бір тәртіпті, бір білімді балдар болды. Айтқанды қылғыш. Сұлтан бір күн маған қайным болады, әкесі. Бір қағаз әкеп тұр. Білетін қалған екен де, сөйтсе бір мал деп жазып кетті. Қалғанына. Әкеп беріп тұр да соны сұлтан. Маған айтамын, есімнен шығып кетті. Жоқ, справку жазып берген, бистерхадан печатын басып берген бол. Ол енді әкесі қарыз енді. Әлі берген жоқ па? Оны көбейіп кетті, 10 жылында біреуде болғанда ойбай, апай, қуана. Рахмет әнде, апай сіз айтасыз ба, екі ауыз? Әрине біздің оқытқан балдарымыз сондай тәртіпті еді, әдепті еді, ауызбіршілікті еді. Ауызбіршілік деген мына тұрғандарына мәлім, қуанып отырмын. Менің балдарым сондай тәртіпті, әдепті балалар болған. Ешқандай несі жоқ. Бір сәл нелер болғандарын бағана сыныпта өздеріне айттық. Жақсы, дендерің сау болсын, қуаныштарыңа ортақ балдарым. Олардың барлығы сол кездегі тәртіпсіз нашарға үйленгеннен кейін бәрі адам болған. Мына үйленбегендер мысалы қиындау болып тұр. Сол үйленбегендер кезде ешкімнің қатарға алдына. Үйленбегендер келділер. Бағана неше санады? 14 па 15 санады? Кесін. Ал енді үйленбегендер. Енді бұна екі апайға бір ілтимас қыламыз енді өтініш. Осыларға бір түкіріп шыққызашы, бүгіннен бастап қалмасын. Кәне. Ұстаздар құрмет қыламыз, жоқ, бір түкіріп шығып, бүгін түннен қалмай бәрі қырылып, осы үйленіп таласып, қайсына барамын білмей үйрешкен. Аллахның ойға уақытlarına ораз айында, кәне. Қасиетті аяғы осы тілектері, ата-аналардың тілегі бар, осылардың басы екі болсын деген. Әрине біздер де соған тілекшіміз, осылардың басы екі болуына. Өздеріне айтып жатырмын келгендері, бастарың екі болсын. Нәсіп болса, бір айдан кейін өзімнің балам, өзім оқытқан осылардың сыныптасы үйленейін деп жатыр. Соның арқасынан тойларын жалғаса берсін жандарым. Бастарың екі болған, одан да көп өмірліші болғандарын көрейін. Тек қана тілегім сол. Аумин. Аумин. Енді бетеміз апай. Онда сіздің алдыңызда осы жерде дәлелдеп алайық. Осы апайдың сөзін байдан екі тастай алады. Мен үйленем деп кім шыға алады? Кәне. Қиын емес бұл. Түп таппай барсаң, жоралар көріп, прокат таптырасыздар немесе. Екі ай, уәде қылғанда осы бұл апай, екі ай ма? Онда екі айдан кейін осы жігіттік беташа тойын астырса алуға. Рахмет. Мен батамды берейін, үстем болсын мерейін, әрқашанда қуанып, тойларымда жүрейін. Әрқашанда балдарыма той болсын, әрине менің балдарым үйленеді. Бір басы екеу болсын, жанұяларында бақытты болсын. Аумин. Бұлар үйленем дегенше бұларды күтіп жүрген қыздар білмеймін, қартайып шашап па қудай болмаса. Рахмет, әлем құрметті жігіттер, дегенмен шындарына естіден қалған мақал бар. Басың екеу болмай, малың төртеу болмайды дейді. Енді сендер жас емессіңдер. 93 дегеннің алды қашан ұлды болатыр, қызы болатыр. Бағана апай қарап тұрсам бәрі және бір күні осында бір клубта отырмыз. Менің бір жиенім енді бірінші үйленген, бірінші ата-ананы демалады, ойбай ұл болсын дейді ғой. Бұл үйге келіп байқамай қыз туып қойған ғой. Содан Қазақстаннан бір жорамыз келіп құттықтап айтып алдымыз енді. Еркектен еркек туылады деп, ана мазасы қашып, ірең қашып бір түрлі болып қалды да, сөйтсе айтады, нағыз еркектен қыз туылады деп. Сол айтпақшы бұл жерде нағыз еркек бар екен, бір қызы бар. Қалғандарының бәрі ұл екен. Құда қаласа, Алла нәсіп етсе, сол осында достарының игі тілектері қаламаса осылардың өмірі, осылардың бір-біріне деген сенімдері, сендердің де бастарына берсін. Сендерге де әдемі жақсы жерлерден қыздар
қыздар көріп мен сенімдімін мынандай жігіттерге негіз қылатын бір ойлары бар ау деймін апа иә осынша уақытқа дейін күткеніне біреу құдайдан кей деген құдай маған беретін болса біреусі үй жай мәшін-пәшінмен бірден қосып беріп соны күтіп жүр ма деп қоямын рахмет әне тілектеріңіз ақ болсын періштен құлағына шалдым құда қаласа алла нәсіп етсе ар жақта тұрған жігіттен бастап 2 айдан кейін тағы осы бүгінгі жиысында 25-ші тұсында май үйіліп ала ма 25-ші үйел күні күте беріңдер бет ашар құда қаласа алла нәсіп етсе рахмет ал енді осы орнымызда қазір бірден толыққа отырмай-ақ қояйық мына ұстаздарды құрмет қылған халде кезек өнерпаздарымызға тамаша ортаға билейміз
Рахметтеріне, құрметті бүгінгі 10 жылдық мерекеге кездесіп отырған жастар, кешімізді одан бері жалғастырып отырып, бүгінгі кешіміздің қадірлі де, құрметті де қонағы болып отырған Жәннат аналар аяғасында де сол айтпақшы, ана сөзі қасиетті киелі, ана сөзі жанға жайлы киелі, ана сөзі өнерге өнеге, ана сөзі тек шындықты сүйет демекші ұлағатты ұстазымыз Тамара апайымызды ортамызға шақырып, бұл кісіде бүгінгі қуанышты мерекеге дейін өзінің жүрегі жарды, ақ тілегін естіді, жөн көрдік айына келіңіздер ғана. Ұстаздың құрметіне бір қошеметтеп, қол соғып қарсыламыз ортаға келіңіз. Қымбатты балаларым, қыздарым. Менің де балам бар осы жерде 10 жылдықта. Мекентайым бар менің, сондықтан да барлығымды балаларым, қыздарым деп сөйлеймін. Жандарым, бүгінгі мерекелерің құтты болсын барлықтарыңа, өмірлерің ұзақ болсын. Әрдайым осындай көркейіп, өсіп, қандай мақсат, арман, мүдделерің болса жете беріңдер. Биік-биіктерден көріне беріңдер. Барлық жақсылықтарды тілеймін сендерге. 10 жылдық емес, 10 жылдықтан кейін 20 жылдық, 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық мерейтойларды өткізе беріңдер. Бастарың, төр көздерің түгел келіп, көбейіп, өсіп өніп,
барлық жақсы тілектерді тілеймін ана ретінде. Мен Меконтайыма осы майда маған подарок ет деп едім, бір келіншек. Болмай қалды, енді жақында болатын шығар. Алла нәсіп етсе осы қасиетті айда тілеймін барлықтарға, үйленбегендеріңе үйленіп, бастарың екеу болып көбейіп, өсіп-өніп, барлық мақсаттарыңа жете берулерге тілектеспін. Барлық армандарың орындалсын. Міне осы айда тілеп тұрмын сендерге. Отбасыларыңа бақыт тілеймін. Ата-аналарының төбелерін көкке жеткізіп жүре беріңдер, қуантырып, шаттыққа бөлендіріп. Ата-ананы қуанту бұл да бір жақсы не? Мақсат сендер алдарыңдағы. Ойлаған арман көздеген мақсаттарыңа жете беріңдер. Әрдайым осындай жақсы күндерде бастарың төрт көздерің түгел қосыла берсін. Бақытты болыңдар. Есіктеріңнің сендер де ол қыз өсіріп, қызығын көре беріңдер. Ата, әже болыңдар. Барлық мақсаттарың орындалсын. Рахмет. Рахмет, Аман апай, сау болыңыз. Қараңыздар, құрметті, бүгінгі мынау ұлағатты ұстазымыз айтып отырмыз ғой, бәріміздің де дүниеге әкелген адам ата мен Хауана, солардың ұрпақтары міне бізді 9 ай 9 күн алтын құрсағында көтеріп, Микош балаңыз қайсысы? Молодец, Микошжан. Енді бұдан басқа келін бар ма үйде, апа жоқ па? Апа үйде келін бар ма, бұдан басқа жоқ па? Кішкентай ма? Қалтатып екен. Апа, бұл балаңыздың үйленбей жүрген балаңыздан емес айып. Ол айып балаңыздан емес үйленбей жүргені. Ол мына жоралардың келешектерінен. Осылар бір-бірлерін жүрді, үйленбе, үйленсең білмеймін не болатын деп. Енді олай болатын біз әбетеміз. Осы жерде мына апайдың құрметіне, қалай берсе мынау көпті көзе көл болады деген қасиетті ораза Рамазан айында жақсы тілектер айтып жатыр. Бұл жерде мен енді барлықтарын тани, бірақ аттарын білмей, сондықтан ғалым бар, бақыт бар. Мына Микоштың атын біліп алдық енді. Бағана біреу Бекзат деп Бекон деп жібердік оны. Осы менің де бір тілегім көптің тілегі көл демекші. Осы бағана 7-8 санадық қой. Осылардың бәрі үйленіп қалса, бұлардың бет-ашарын қалай ойлаймыз сонда? Ол да қиын болайын деп тұр деймін да. Біресе бола ма? Олай болатын болса, осы апамыздың құрметіне бір қошеметтеп қол соғамыз алды береді. Енді осы апам, құда қаласа ұстазымыз ертең осы Микоштың тойында келін қалай сәлем салады деп армандайды ғой. Соны құда қаласа бүгіннен бастап келіндер бір ортаға шақырайық. Келіндер ортаға келсін ішкені. Келіндер кәні, келіндер. Мен іші бағана 10 еді. Келін нешеу келін? Келін 4 ма? Менді айға құдайға шүкір жаңға жоқ нешеу еді? Баған келін 6 еді, та 2 келін тауып келінді. 6 келін 4 қыз еді. 6 келін 4 қыз. Апасы мен қасыма келіңіз. Сен қарап тұрасың. Апа, мұна келіндеріңіз қазір біреу-біреу сәлем салады сізге. Қайсының сәлемі сізге ұнайды, соны айтасыз. Еш ақиқат болсын бірақ. Ақиқат болсын. Бұлардың бәрі құда қаласа, Алла нәсіп етсе, қайда екі келін? Мына бағана екі жамбау сен бе деп айтады. Өшірсейін деп айтады. Кесін кәді мана десін. Және менің сөзіме қабыл қойып жүрмеңдер. Әзілде бүгінгі неде мерекелерінде сендердің бір қызықты өткізейіндер, өзімізше ат салып жатырмын әрине. Ал енді бір шеттен қара көйлек киген, басында ақ орамал келіншектен бастаймыз кәді. Мына ұстазыма деген өзінің бір сәлемін. Молодец. Кейін айтасыз, апа, ең ақырында айтасыз, қайсының сәлем ұнаған болса. Бірінші кетті, екінші біздің келді. Молодец. Осындай кетіп, сылқ ете қалдыңыз ба? Бүтілі көпке сылқ ете қалдың. Ойбай, үшінші келді. Үшінші күн күліп тұрып сөйлемді қатырады.